бітіретін 11 сынып оқушыларына мүгедектігі бар, яғни мүмкіндігі шектеулі балаларға қашықтықтан ұбт-ға тегін дайындауға көмек беру. Бұл жобаның менімен бірге жетекшісі ол Арман Асанбаев деген, ол Назарбаев университетінің докторанты және профессор ассистенті. Бұл жобаның ең негізгі ерекшелігі, қазіргі таңда біздің жобада 23 үздік ұстаз сабақ береді. Барлық 17 аумақ қамтылған Қазақстанның. Аптасына бір рет Microsoft Teams бағдарламасымен 60 минут біздің ұстаздар осы балаларға сабақ береді тегін. Яғни өздерінің ұбт-ын таңдау бойынша 5 пән, 3-еуі міндетті түрде, 2-еуі таңдау пән бойынша. Ең негізгі жобаның ерекшелігі, жаңағы мүмкіндігі шектеулі балалардың қасына әрбіреуіне көмекші ретінде биыл мектеп бітіретін алтын белгіге үміткер балалар, оларды Қазақстанның әрбір ауданынан көмекші ретінде тағайындалды. Олардың міндеті құрбыларына көмек беру. Олар да мүлдем тегін оқиды осы жобада. Және осы жылды 2021 жылдың басында осы команданың шешім бойынша біздің жобаға 40-қа жуық Қазақстанның балалар үйінде тәрбие алып жатқан, ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларды осы жобаға қостық. Олар туралы ақпарат түгелмен осы школа без границ участники деген бетте бар. Яғни осы жерде әрбір регион бойынша, Ақмола облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, барлық балалардың аты жөні, яғни қай жерде тұратыны белгілі. Әрине бұл жерде мүмкіндігі шектеулі бала немесе ата-ананың қамқорынсыз қалған бала деп біз оны бөлген жоқпыз, тек қана общий список бар. Қазіргі таңда 100-ге жуық бізде бала сабақ алып жатыр. Жылдың соңына дейін, яғни оқу жылының соңында үміттенеміз, осы жобамыз бізде жақсы нәтиже береді деп, яғни балалардың грантқа түсу саны хотя бы 50%-ға жетеді. Енді бір ерекшелігі тағы бұл жобаның арқасында біздер Педагог академиясы қоғамдық бірлестігі 2020 жылдың желтоқсан айында халықаралық жыл волонтері сыйлығының номинациясын жеңіп алды. Яғни осы жоба үшін біздер международный премияда атандық. Сонымен қатар осы педагогия деген бетте барлық осы біздің жобаға қатысатын үздік ұстаздар туралы ақпарат берілген. Енді осы оқу жылы үздік ұстаздардан бөлек 3 үздік оқытушы біздің жобаға қосылды. Яғни олар химия және биология ғылымдарының докторы, ұлттық университетінің профессорлары 2010-2012 жылы үздік ұстаз атанған оқытушылар. Олар кейбір оқушыларды бізде қазір ғылыми жарыстарға дайындап жатыр. Келесі оқу жылы бұл жобаны біз халықаралық деңгейге жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Яғни СНГ-ның қалған 9 мемлекетін қосу жоспарымызда бар. Одан бөлек мен сізге қазір тағы бір видео ұсынғым келіп отыр. Жаңағы біздің ұстаздардың сабақ беріп жатқан көрінісі 2 минуттық видео. Так, сейчас демонстрация. Так, осы жерде жаңа барлық ұстаздардың сабақ беріп жатқан көрінісі. Добрый день, дорогие ребята. Итак, мы продолжаем с вами работать. Қазақ халқының қалыптасуы, бұл жерде бірнеше тақырыптарды қамтитын боламыз. Я хотела бы посетить периодом русской литературы. Обозначается он буковкой П. Импульс – это векторная величина. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта. Итак, сегодня на занятии мы с вами повторим изобразительно-выразительные средства языка. Көп тамырлы бөлігі жүйке жасушаларының денесі жалпақ бөлім жиектер орналасқан, медузаның сезім мүшелері жақсы жетілген. Так, я включаю рабочий стол свой. 60 градусов. Это X штук. Мы начнем именно с голосеменных растений, которые размножаются с помощью семян. Сегодня мы с вами познакомимся с несколькими видами неравенств. Показали, обе точки на числовом луче у нас пустые.
өткенде оттек оксидтер жану деген тақырыптар болар еді. Мына жерде қысқаудың аты болады, оның жалпы формуласын айту керекпіз. Ал енді осы құстар қандай? Дене бітімін қалай сипаттаймыз? Саламатсыздар ма оқушылар? Яғни G көбейтілген масса жер, көбейтілген масса. А потом будем пробираться уже скоростью истории средневекового Казахстана. Бүгін сіздермен өткен жолы тау жыныстарын өткен болатын сіздермен. Наша Земля имеет форму геоида. Это осадочные горные породы и метаморфические горные породы. Let's share the screen. The book leaves a lot to be desired. Бүгін біз әлемде өзіндік тарихы бар Үндістан мемлекеті жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Так, давайте начнем с древней Индии. Индостан, полуостров Южной Азии. Телеметрия тақырыптары. Средний полкретный перебегает малана. Ну все, ладно, ребята. Всего доброго. Всем благ и здоровья. До свидания. Барлық 23 ұстаздың видеосы көрсетілді алдарыңызға. Енді қазір жазда тағы да бірнеше жоба іске асырғымыз келіп отыр. Оған да Қазақстан Республикасының үздік ұстаздарын қосамыз деген ойдамыз. Сұрақтарыңыз болса, жаңа айттық, қысқаша бізде жаңа Google-да школа без границ 1+1 деген сайтта барлық осы жоба туралы ақпарат бар. Сұрақтарыңыз болса, мен енді осы жерде осы 23 үздік ұстазға алғысымды айтқым келіп отыр. Даже демалыс кездерінде немесе ауырып қалғанына байланысты олар шын ниетімен балаларға үнемі уақытында сабаққа шығып, өздерінің білімдерін аямай беріп жатыр. Сондықтан осы ұстаздарға, нағыз волонтерларға мың алғыс білдіремін. Айтайын деген осы, қысқаша сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Жылдамдығын шыңдау мен нәтижеге жету жолдары атты Муаммер Гульге беріледі. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің дарынды ел балаларға арналған білім инновациясының математика пәнінің мұғалімі, үздік педагог ел.